бұқаралық ақпарат көздерінде және әлеуметтік желіде біраз уақыттан бері зейнетақы негізгі төлеміне қосымша 5% салым болатын жайлы ақпарат кеңінен тарап жүр. Енді міне еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі бұл ескі ұсыныс болған деп ақталып отыр. Президент осы бағыт бойынша тоқтау жасап жатса, қоғам құзырлы министрлікке ескі ұсынысты іске асыруды талпынғанға байланысты шағымданып жатыр. Тіпті зейнетақы жүйесін реформалау бойынша жұмысшы тобына сілтеме жасап, президент осы ұсынысты қолдап жатыр деп те айтылып жатыр. Ал осы топтың мүшесі болған экономист Олжас Құдайбергенов ақпаратты терістеп отыр. Оның сөзінше, аталмыш ұсыныс парламент не президент әкімшілігі сияқты мемлекеттік органдардың қаралуына да жеткен жоқ. Ендігі кезекте қазір елімізде қолданыстағы зейнетақы жүйесін сараптап көрейік. Зейнетақы жүйесі челлілік модель негізінде жасалып, өз жұмысының алғашқы 5 жылдығында мардымсыздығын көрсеткен болатын. Ескеретін жайт, сол уақытта экономикамыздың ең шарықтаған кезіне қарамастан солай болған екен. Басында бұл жүйе керемет, әрі табысты деп архитекторлар мақтанып жүрсе, алғашқы 4-5 жылда пайдалылық деңгейі айтарлықтай төмендеген. Кейін олар түсімді қалпына келтіру үшін 3 жылдық, содан соң 5 жылдық пайдалылық түріне жүйене ауыстырды. Мәселенің басқа қыры да көрінді. Есептеу бойынша салымшылар төмен зейнетақыны алатын болжам жасалды да, қателікті шешу үшін мемлекеттік бюджетке жүгініп, президенттік үстеме енгізді. Ақыры бұл базалық зейнетақыға ауысты. Одан кейін бірыңғай жинақтау зейнетақы қорының реформасы басталды да, шамалы жемісін көрсеткен болатын. Атап айтқанда, әрдайым шоттардың қосарлануы және зейнетақы қорларының пайдалылық деңгейі инфляциядан үнемі қалып қою мәселелері шешілді. Зейнетақы қорларының инвестициялық түсім төмен болғандықтан билікке жетпеген компенсациялауға мәжбүр болды. Бірақ бірыңғай жинақтау зейнетақы қоры арқылы егжей-тегжей шешілген болатын. Екі маңызды мәселе сақталды. Бұл төмен зейнетақы мен халықтың зейнетақы жүйесіне қатысу деңгейінің әлсіздігі. Сол кезде халықтың 30%-ында мүлдем салымдар болмаса, 63%-да жинаған салымдар шектік деңгейге жетпеген еді. Ақыры 2014 жылы зейнетақы жүйесін модернизациялау концепциясын жасап, салымдарын жинақтау компонентін іске асыруды шешкен болатын. Қарапайым тілмен айтқанда, қосымша зейнетақы салымдары болды да, жүйенің кемшіліктерін және осал тұстарын жауап отырды деп болжамдаған болатын. Нәтижесінде олар қателікті мойындап, жаңа толық реформаға ауыса алмады. Оның орнына барлығын өз қалпында сақтап, жаңа салым енгізу арқылы шығындардың ауыртпалығын бизнес мойнына ауыстырды. Жаңа салымдар 2018 жылдың 1 қаңтарынан іске асырылуы керек еді. Бірақ соған қоса, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру реформасы іске асырылып келе жатты да, бизнеске қосымша жүктеме қосып отырды. Үрдістер бір-біріне кедергі келтірмес үшін бұл шешімді 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін шегірді. Сол кезде ақ бизнеске қосымша зейнетақы салымы қиын болатыны түсінікті болған. 2019 жылы баршамызға мәлім, президент болып Қасым-Жомарт Тоқаев сайланды да, бизнес пен халықтың ызасына жауап ретінде салымды енгізу 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін тоқтатады. Оның тапсырмасына сәйкес, реформалау бойынша жұмыс тобы жасақталып, жүйенің кәсіби мардымсыздығы және нәтижесіздігі дәлелденді. Сол кезде осы жұмыс тобының кейбір мүшелері реформаға қарсы болып, жүйе жақсы жұмыс істеп тұр деп дәлелдеуге тырысты. Олар қосымша 5% салым енгізу керектігі жөнінде көндіргісі келді. Сарапшылар мен кәсіпкерлер палатасы қарсы болуына байланысты президентке осындай ұсыныс айтылмас еді. Ал кейбір мемлекеттік қызметкерлердің соңының ішінде сол кездегі Тамара Дүйсенованың бастамаларын жұмысшы топтың ойы деп келтіру дұрыс емес. Қазіргі таңда еңбек министрлігі концепцияға өзгерістер енгізуді ұсынып, жобаны келістіру мақсатында мемлекеттік органдарға жіберген болатын. Барлық мемлекеттік органдар мақұлдағаннан кейін құжатты президент әкімшілігіне жолдануы тиіс. Содан кейін ғана әкімшілік келісілсе, президенттің қолы қойылуына жіберіледі. Аталмыш өзгерістер негізінде шартты жинақтау компоненті жұмыс берушінің міндетті зейнетақы салымына ауысады. Сонымен қатар, компонент теориялық тұрғыда қолданыстағы зейнетақы салымның бөлігі болып, мөлшерлемесі ретінде таңылуы мүмкін еді. Ал салым қосымша төлем ретінде қарастырылуы керек. Осының барлығын ескере келе, еңбек министрлігі бақ үшін қате ақпарат таратып, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы салымы деген түсінік енгізді.
Сонымен бірге қосымша 5% салым енгізуді президент қолдады дегендері де жалған. Қосымша 5% салымды енгізу бизнеске қосымша салмақ түсіріп, жылда 1 триллион теңге төленетін зейнетақы салымдарына қоса 500 миллиард теңге көлемінде шығынға алып келеді. Ал министрлік таратқан ақпаратта бизнеске аса салмақ түспейді деп алдап жүр. Негізінен салымдар 50% өседі, немесе 500 миллиард теңге шығын алып келеді. Сарапшылар мен кәсіпкерлер палатасы қарсы, ал олар міндетті түрде үрдістің қатысушылары болып, ойлары есептелуі керек деп президент өзі көңіл аудартқан. Бірақ осыған қарамастан министрлік қосымша салым жөнінде ұсынысты ары қарай таратып, қате шешім екенін мойындамайды. Ал салымды енгізу бизнес жағдайын әлсіретіп қана қоймай, көлемді әлеуметтік наразылық шараларын ұйымдастыруына септігін тигізуі ықтимал. Шынымен де, неліктен халық бірнеше кәсіби деңгейі төмен адамдар үшін зардап шегуі керек? Немесе 2023 жылы президенттің кезекті сайлауына 1 жыл қалғанда, еңбек министрлігі әлеуметтік үрей туғызғысы келеді ме? Қорытындылай келгенде, 5% салымды енгізу дұрыс деп есептеген министрлік немесе басқалар өзгеше альтернативті шешімді байқамаса, отставкаға кетіп, мардымды шешім қабылдай алатын тұлғаларға жол берген жөн. Демек, министрлік бизнес пен халыққа салмақ түсірмейтін шешім қабылдау керек те, осы идеядан бас тартқан дұрыс. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, пікір білдіріп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.